шынымды айтсам, осы 15 жыл мешітке қызмет етіп жүрген уақытта қаншама іс-шаралар жасадық. Бірақ бүгінгі іс-шара шыны керек, әкемнің қазасынан кейінгі бірінші іс-шара болғаннан кейін ба, өткенде эфирде де көрдіңіздер ғой, онлайн эфирде де бір ерекше бір андай нелер болды да. Әртүрлі ішімде құбылыстар, ішімде неше түрлі эмоциялар болды. Сондықтан бүгінгі шараны да ерекше уайымдадым. Білмеймін неге екенін. Және бір жағынан білесіздер ме? Ұят деген нәрсе қысты деп ойлаймын. Өйткені кеше ғана әкесі қайтыс болып, бүгін кітабын сатып жатқан несі деген сияқты сөзден мен шынымен ұялдым. Осы нәрсені қазір сіздердің алдарыңызда мойындағым кеп тұр. Тіпті шынымды айтсам, көйлектің өзін қыздар, ұстаз, не киесіз, не киесіз? Кеше барахолкке барып, мата алып, амал жоқ тіктірдім. Өйткені жаңағыдай әкемнің қайтыс болғаны 30 күн болды. Содан кейін бір қуанып кетуге деген сияқты бір шынымен ішімде бір қатты қобалжу болды, жұрт не дейді деген сияқты біздің неде. Бірақ бұл іс-шараны біз негізі білесіздер өздеріңіз, Құранмен саяхат 19-шы легі кезінде Гүлжәмилә ұстаз бен Сәуле ұстаз Түркиядан келген уақытқа деп күнін жоспарлап қойған болатынбыз. Алланың жазғанына ешқандай шара жоқ. Сондықтан да осы іс-шараны өткізейін. Бүгін осы Құран хатын барысында жамағатпен бірге бір жағынан әкеме дұға етейін. Әрі қазақта дұға еткен кезде айтады ғой, қайғының артынан той болсын деп. Осындай тойымызда бір алғашқы игі бір шарамен басталсын деген мақсатта ғана ұйымдастырып жатырмын. Сондықтан да бүгінгі кеткен кемшіліктер үшін егер болып жатса кешірім сұраймын. Және де мен мына жерде жаңа шыны керек, мынандай ғой, кейде разберемся на месте деген нәрсе болады да бізде. Қазір эфир біткеннен кейін айта салайын оны. Жалпы бүгін мен арнайы бір уағыз, ондай нәрсе айтқым келген жоқ. Менің қыздарым айтады, сіз деген эфирде жүргенде, инстаграмда жүргенде мүлдем басқасыз, офиске келгенде мүлдем басқасыз, жандай жеке қыздармен кездескенде мүлдем басқасыз деп. Шыны керек, мен әлеуметтік желіге шығып алып, ашылудан қатты қорқам. Неге? Қорқам, сескенем, тағысын тағы. Өйткені әлеуметтік желі деген сондай нәрсе ғой, бір ашылсаң ары қарай алып кетеді. Бірақ негізі мен осындаймын деп айтқым келген. Жалпы не айтқым келеді? Осы кітапты жазу барысында өте көп басымнан оқиғалар өтті. Негізі бұл білесіздер таңғы кешкі зікірлер кітабынан бұрын шығу керек болған негізі жоспар бойынша. Бірақ мен Түркияда жүрген кезде ылғи айтамын ғой сіздерге таңғы кешкі зікірлердің маған пайдасын, қалай маған күш қуат бергенін. Келдім да бүкіл қазақтың мұсылман әйелдерінің қалтасында, енді жалпы мұсылман қазақтың әйелдерінің қалтасында таңғы кешкі зікірлер жүру керек. Мен оны өзім көрдім қандай күшті екенін деп, сол кітапты шығарып жібердік былтыр Алланың қалауымен. Дәл міне биыл 1 жылдан кейін намаз сені сағынды кітабы дүниеге келіп жатыр. Бірақ бұл кітап 3 жыл болды жазылып жатқанына. Өйткені мен өте мынандай өз-өзіме келгенде талапшыл адаммын. Және сол талапшылдығымның себебінен әлі мына кітапқа менде әлі ішімде ту биткенде, сөйткенде деген сияқты нәрселер бар. Бірақ ең алдымен бір жақын кісі айтып еді, бұл кітапты алдымен халыққа беріңізші. Оның ішінде сіз өзіңіздің деңгейіңізбен ойламаңыз. Ол халық үшін ол тіпті керек білім болуы мүмкін. Сондықтан да бөлісе беріңіз. Кейін қосатыңызды қосып, 2-ші том шығара бересіз дегеннен кейін барып, жарайды деп шығардық. Жаңа көріп жатсыздар, Шәмшат ұстаздың бұрын біз Ала ұстаз екеуінің кітабын оқыған кезде, Саңлақ сахабалар отбасына қатысты кітаптарын оқыған кезде жылап, өзімізбен өзіміз бір эйфорияда жүретінбіз. Бүгін өзім жоспарладым ғой, Шәмшат апай тұсау кесетін болады деп. Тұсау кесерін жасаймыз деп, сол кезде Шәмшат апайға айтқан жоқпын тіпті, өйткені ұялдым. Шынымды айтайын, ұялдым қатты. Яғни мен не деп кітап жаздым деп айтамын деген сияқты бір ой болды. Таңертең Гүлжәмилә ұстаз кеше күтіп алып үйге қонған. Сол кісі айтады да, мен Шәмшат апайдың алдында не деп уағыз айтамын дейді. Сосын мен айтам, Шәмшат апайдың алдында мен кітап жаздым дейін деп тұрмын, так что нормально деп. Екеуміз бір-бірімізді жұбатып келдік шыны керек. Сондықтан да бұл кітаптың жазылуы барысында өте көп енді өзімге басымнан оқиғалар өтті. Себебі кейде намаз біз үшін оқу керек. Көпшілігіміз оқу керек деп оқимыз. Шыны керек. Парыз,
жаңағыдай не үшін оқу керек екенін білмегендіктен кейбір кісілер оқымайды, пенсияға шыққанда оқимын деген сияқты. Ал бұл кітапты жазғанда мендегі мақсат болды, тіпті атының өзін солай қоюға, барынша эстетика, сұлу, әйелдер қараған кезде оқығысы кеп кететіндей болсыншы деп қоюға тырыстық. Неге? Өйткені білесіздер ма, Түркияда жүргенде білесіздер ғой, барған кісілер болса, азанның дауысы ол жақта қатты естіледі. Сен ол жақта таң намазына тұруға ұяласың. Ал мен ол жақта жүргенде мешіттің жолдың мына бетінде тұрдым. Мешіт Аллаху акбар деп шақырған кезде менде андай ой болды. Алла мені шақырып жатыр ғой деген. Алла күнде бізді 5 уақыт шақырады. Алла бізді естігісі келеді намазда, жай намазда, қатарда көргісі келеді. Бірақ кейде біз өзіміз бас тартады екенбіз ғой деген ой келді да. Мысалы, мен осы жерге арнайы қонақтарды шақырдым, біреулеріңіз билет алып келдіңіздер. Ол қонақтар келмей қалса, ол не істеді? Саналы түрде мен бармаймын ол жерге деп, осы жердегі ризықтан бас тартады, дұрыс па? Мүмкін басқа жұмыстар болып қалған шығар, маңызды. Ешкім кінәлау мақсатында емес. Айтқым келгені, Алла тағала да бізді күнде солай 5 уақыт айқайлатып тұрып намазға шақырады. Бірақ бізде саналы түрде жоқ, мен бармаймын дейміз да. Мен дайын емеспін. Мен бірінші дайындалып алайын, күнәларымды қойып алайын, пенсияға шығып алайын деген сияқты біз көбіне солай жүреміз. Сөйтіп бір күні, былай айтқан кезде бізге намаз оқылып жатуы мүмкін. Омар радиаллаху анхудың сөзі бар: сендерге намаз оқылмай тұрып, сендер өздерің намаз оқыңдар дейді. Неге? Өйткені біз өлген кезде бәрібір бізге жаназа намаз оқылады. Бірақ одан бұрын біз намаз оқитын болсақ, онда бұл бізге ең болмағанда, кітапта айтылғандай, намаз ол нұр, бұл дүниеде де нұр, ертең қабірде жалғыз қалған кезде қараңғы қабірімізді де нұрландыратын нұр, және қиямет күні бізді Сырат көпірінен жетектеп алып баратын нұр болады екен. Әкем қайтыс болған кезде маған ең қатты жұбаныш болған. Енді біз пендеміз ғой, және осы салада жүргеннен кейін біз ақырет туралы сабақтар өтеміз. Өзіміз де оқимыз, бәріміз білеміз, енді ертең барамыз, қабірде сұрақ болады деген нәрсе. Маған қатты ауыр болғаны бірінші күні қабірдегі сұрақ жауап түні болды да, яғни қабірге қойылды әкем. Сол түні ұйықтауға ұялдым ғой мен, өйткені сен әкең қазір сұрақ жауапқа алынып жатыр, ал сен қалай ұйықтамақшысың? Сен салихалы ұрпақ ретінде артынан дұға ете алмасаң, дәл сұрақ жауабы кезінде сен дұға ете алмасаң, онда қандай ұрпақсың деп кәдімгі өзімді қамшылап, былай айтқан кезде тұрғызып, әкем үшін дұға етумен болдым. Өйткені біз білеміз, ең қатты қиын болатын ол алғаш осы қабірге адамды қойып, содан оның жақындары кеткеннен кейін сұрақ жауап басталады. Ал ең жұбаныш болған нәрсе әкемнің мен қайтыс болған кезде ол намаз еді. Біреулер ойлайтын шығар, әкесінің қайтыс болғанына қуанып жатыр ма деген сияқты. Жоқ, намазбен кеткеніне қуандым да. Өйткені мен Құранмен саяхатта да білесіздер, әр жаңа хатым дұғасында Аллахым ата-аналарымызды сәждеге бастарын тимеген күйде жандарын ала көрмеш деп, бұны мен өзім бір жылдар үйрендім. Содан кейін мен соны дұға етем да. Мысалы, мен әлі анам да намазға келген жоқ. Андай егер енді уайымнан адам қайтыс болатын болса, енді неге салсақ, медицинаның тіліне деген сияқты, менің әкем емес, бірінші анам кету керек еді. Бірақ Алла білет кімді алу керек екендігінше. Біз білмейміз, ол мерзім біз жаратылмай тұрып белгіленіп қойған. Сонда жаңағыдай жұбатқан нәрсе менің әкем намазда еді. Болды. Сол ғана маған кәдімгідей соңына дейін намазын тастамай, енді үлкен кісілер ғой, әртүрлі оларда да азғыру болады. Біз ойлаймыз ғой, жастарда ғана азғыру деп. Бірақ олардың өзінде де азғыру болады. Жаңағы тойға барғанда ішіп қойса, ішпейсің ба бір нәрсе деген сияқты, олардың өзінің деңгейінде азғырулар болады. Сонда кеше мамамен сөйлесіп жатқан кезде айтады, қанша тойда қинады ғой оны іш деп. Тіпті намаз умраға барып келгеннен кейін де қанша қинады ғой оны, бірақ ешқайсысына бойсынған жоқ дейді. Әйтпесе, мысалы, мен көріп тұрған жоқпын, оны, мысалы, мына жақта ұстаз болып жүрсем де деген сияқты, жолдан Алла тайдырып жіберем десе, ол оңай еді. Өйткені ол кісілерге де өзің жаңағы ұмытып қалдым деп сылтаурата салу мүмкін, шатасып кеттім деп сылтаурата салу мүмкін. Бірақ жұбаныш болған осы нәрсе болды да маған. Намаз оқып жүрміз.
бірақ сезінбейміз. Намазға тұрамыз, бірақ ойымыз жан жақта. Сәждеге барамыз, алайда жүрек қосылмайды. Намаздың сөздерін жатқа айтамыз, бірақ намаздан кейін жүрек тыныштық таппайды. Намаз сені сағынды кітабым сол халді қайта тірілтеді. Бұл кітап жай ғана мәтін емес, сенің рухани сапарыңның картасы. Бұл кітаппен сен намаз оқуды ғана емес, намазбен өмір сүрудің не екенін түсінесің. Бұл кітапты жазып отырып, мен жыладым, күлдім, қуандым, шүкір еттім. Жүрегімнің тереңдегі сөздер осы беттерде жатыр. Бұл беттерді оқығанда сезімдерің оянады, тыныштық орнайды, ықыласың артады. Сен де кітапты оқығанда әсерленесің. Намаз сені сағынды кітабы сен туралы. Бұл кітап сенің жүрегіңе арналған. Сен өзгеруді қаласаң, Раббың сені күтеді. Қазір тек алдын ала тапсырыспен алуға болады. Ең алғашқы нұсқалары ерекше қаптамада, авторлық қолтаңба және автордың арнайы дұғасымен жіберіледі. Сондай-ақ намазыңды әсемде курсы бонусқа сыйлыққа беріледі. Кітапты алу үшін төмендегі номерге хабарласыңыз. Жаныңдағы ең терең үнге құлақ тұр. Намаз сені сағынды. Ал сен оны сағындың ба? Білесіздер ме, мынау жаназа, әсіресе ауылды жерлерге барған кезде той, жаназада біз нағыз қазіргі қазақтың көбісінің халін біле алады екенбіз. Мысалы, былай да айтқан сөздерді естідік біз. Аллаға шүкір 4 қыз, бір ұлымыз. 4 қыз да намазда, орамалдамыз, Аллаға шүкір. Сонда дастархан басында жерлегеннен кейін енді түсініп тұрасың, оларды да қайғыдан, анау сабыр деген нәрсе қалай келеді? Адам қайғырған кезде басына бір сынақ келіп, ақыл істемей қалады екен да. Ана адамды қалай құтқарып қалатын едім? Егер ол былай болса, ол бітетін еді, ол жұмыстан шығып кетеді. Неше түрлі ой келеді. Жұмыстан мүмкін жұмысқа бармағанда оның жүрегі тоқтап қалмас па еді? Сол күні ол мүмкін деген, енді ана адамды алып қалу үшін былай айтқан кезде біз неше түрлі ақтаулар іздейміз ғой. Өйткені сол кезде бір жағынан сен неңді сезінесің, әлсіздігіңді сезінесің. Әлсіздігіңді кәдімгідей, өйткені сен туған әкеңді ұстаз бол, басқа бол, миллион подписчигің болсын, сен әкім бол, басқа бол, жақыныңды алып қала алмайсың. Қанша сен, өйткені Алла Тағала Құранда айтады ғой, мықты болсаңдар, өлім сәтінде біз сендерден оған жақынбыз. Алып қалыңдар онда дейді. Сонда маған қатты жұбаныш болған және қайғылы болған нәрсе осы болды. Өйткені қабірдегі сұрақ деп ауызбен айтамыз ғой, бірақ сенің жақының өмірден өткен кезде ана жақтағы хәлді шынымен сезінеді екенсің. Өйткені біреу қайтыс болғанда бізде де адамдар қайтыс болады, арты қайырлы болсын дейсің, жұбатуға тырысасың, бірақ басыңа түскен кездегі сынақ басқаша екен. Сондықтан да жаңағы Шәмші апай айтқан дұға бар ғой Құрандағы, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деген. Біз де Алланыкіміз деу арқылы біз, мысалы, әкем қайтты, әке, мен де саған барам. Және жұбататын нәрсе тағы бір білесіздер ме? Бұл дүниеде біз сүйіктілерімізден айырыламыз, ауырат ішің. Алдында да айттым ғой эфирде де, ішің ауырат, анау бір өксік келеді, не сен оны құсып ұстай алмайсың, не басқаша шығара алмайсың, ол тұрады мына жерде. Ана айырылып қалғаннан ащы кәдімгідей өкініш. Сонда жұбаныш болған нәрсе, біз ақыретке иман келтіреміз ғой. Біз қияметке иман келтірген адамдармыз. Біз Құранмен саяхатта отырып өзімізше сіздерге уағыз айтамыз. Ертең отбасыларымызбен бірге жәннатта боламыз. Алла Тағала сәләмун алейкум, кіріңдер жәннатқа. Отбасыларыңмен бірге, жұбайларыңмен бірге, ата-аналарыңмен бірге, ұрпақтарыңмен бірге деп айтылады деп айтасың ғой. Осы аяттан сезінесің ғой. Біз кейде ойлаймыз ғой, Палестинадағылар қалай шыдап жатыр деп. Бірақ ақыретке иман келтірген адамға осы дүниенің сынақтарына сабыр ету оңай болады екен. Сондықтан да алғашқы меккелік сүрелердің барлығы пайғамбарға намаз оқы, ораза ұста демей тұрып, имандарын тазалаған ғой, сенімдерімен жұмыс жасаған.
сол сенімдермен жұмыс жасаған кезде мынау біз қазір біздің сеніміміз араласып жатыр. Бізде психологияда бар, бізде анау ырым нелеріміз де бар, салт дәстүр деп оны қосып жібереміз. Дінді әжемізден үйренген дін бар деген сияқты былай болып жатыр да. Біздің сеніміміз кейде былай кетіп қаламыз, кейде жаңа әруаққа кетіп қаламыз, кейде ырымдарға кетіп қаламыз. Осылай біз шайқалып жүрміз. Ең ауыры бұл. Білім алған кезде біз тек қана дұрыстай аламыз да бұл нәрсені. Білімсіз біз оны дұрыстай алмаймыз. Сонда ал білім, қашан ол білім болады, сен оған амал еткенде. Яғни сен халыққа сабыр етіңдер деп жүресің де, өзің басыңа сынақ келгенде сабыр еткен кезде, сабырдың сыйы не үшін жәннат екендігін түсінесің ғой. Ана өксікті жаңағыдай обезболивающий салып кетіре алмайсың ғой, былай айтқан кезде ше. Я, медиктер білет. Сен кетіре алмайсың, ношпа іш, басқа іш, не сал, кетіре алмайсың оны. И сен соған тек не істейсің? Сабыр сақтайсың. Өйткені сен Раббыңның сөзіне иман келтіресің. Сен Алланың сауабынан үміт етесің. Өздеріңіз білесіздер, мына кітап 2 ай, 3 ай бұрын ба біз предзаписті аштық. Мен шынымды айтсам, бұл кітаптың шығуы маған кәдімгідей стресс болды. Алланың қалауымен сонда жаңа ойлаймын ғой, болды мен бұдан кейін кітап жазуды қоя салшы деген сияқты. Кеше шықты ғой. Офиске келген екен, так, енді қандай кітап жазсам екен деген сияқты. Өйткені жаңа қиындықпен бірге жеңілдік келеді деген, шын мәнінде біздегі жаңа адамдардың алдында қысылу сондай нәрсе бар. Осының кешіккендегі себебін мен сол кезде түсіндім да. Енді процестің барысында ашуланасың, ренжисің, неге деп мысалы айыптайсың, тағысын тағы болады ғой. Өйткені адамдардың ақшасын алып алғансың, олар кешке дейін жазады мысалы. Оңай емес жауапкершілік. Сонда бұл кітаптың шығуы Алланың қалауымен, біз әкем қайтыс болмай тұр, біз печатқа бердік та. Хабар келді, мен командаға айттым, мен қатысым жоқ. Мен араласпаймын қазір, уже менде шама жоқ оны ойлауға. Шымкентке кеттім. Шымкентте жүріп сондай ой келді. Алланың қалауымен осыған сәйкес келіп тұр ғой. Типографиядағы нені түзеп жібереміз ғой. Осы кітапты әкемнің рухына бағыштаймын деп. Яғни бұл мүмкін, я, Алла тағаланың жақсы, енді жаңағыда біз қазақ жақсылыққа жорыған жақсы көреміз ғой. Ал әкемнің мүмкін артынан бір дайындаған өзінің бір дұғасы шығар, мен білмеймін. Біз үшін дұға еткен шығар, соның жауабы шығар. Солай бұл кітап Алланың қалауымен қазір дүниеге келді. Және осы кітап мен үміт етем, сіздердің намазды жай ғана намаз деп оқымай, керісінше, өйткені намаз ол сол үшін берілген еді бізге. Пайғамбарымыз шаршағанда, ауырғанда, қиналғанда, жарынан айырылған кезде ол келіп, ей Біләл, арихна биха, я Біләл, бізді намазбен демалдыршы деп, ол азан шақырғаннан бастап демалатын еді пайғамбар. Бізге де осы намаз сені сағынды кітабы сіздердің, менің өзімнің, сіздердің жалпы сатып алатын әрбір кісінің сондай намазға келіп, демалып, тынышталып, жылап алатын, қайғысымен Алламен бөлісетін бір мекеніне айналатындай құлшылыққа айналдырады деген сеніммен жаздым. Мүмкін солай болар, мүмкін одан да артығын Алла тағала берер. Оны енді кітапты алғаннан кейін, оқып көргеннен кейін өздеріңіз кері байланыстарыңызды берерсіздер. Әлі бұл кітап толығады деп сенемін. Өйткені айтып тұрмын ғой, жаңа кітап шықты. Ары қарай тақ қалай толтырсам екен, тағы не қоссам екен деген сондай нәрсе келе береді екен да шын мәнінде. Сондықтан бұл да бір мұсылмандарға қазақ елінен, қазақ тілі болғаннан кейін сондай бір имани ахуалын, намазбен қарым-қатынасын көтеретін бір кітап болады деп сенемін. Алланың қалауымен осы жылға шығуы сай келді, осы уақытқа шығуға сай келді. Алла тағала бүгін осы кітаптың тұсаукесері, Құранмен саяхаттың дұғасы ғой деп, уақыттарыңызды бөліп, билет алып, осы жерге келіп, балаларыңызды реттеп, мен әйелдерге ырза боламын. Кеше соңғы Құран хатымнан болатын кезде ғой. Бірінші рет сондай жағдай болды да, негізі мен кірді таңертең жумаймын негізі ше. Анау біреулер болады, жұмысқа бар жатып кір салып кетеді. Мен негізі олай жасамаймын. Бірақ ана кітаптың сыртында да айтып едім, кішкене бір женственсім қосылып жүр деп. Сонда жаңа Құранмен таңертең 6-та оқиын деп жатырмын, 5:30-да тұрам да. Неге кір машинасына кір салам, шай қоям жолдасыма беруге, сонда бір нәрсе істеп жүрмін, ана жерді жинай салайын деп, яғни эфирге кірем ғой сосын. Сол кезде ойладым да, қаншама біздің әйелдер осындай істерін жаңадай құлтынсыздандырып, сосын барып мен декретте отырмын, күйеуімнің мойнында отырмын деп өздері жейді.
ана жерде мен оны бірінші рет істеп тұрмын олай. Өйткені мен андай қылып тұрсам да барынша кірді кешке жуып қоюға, чтобы таңертең жаңағыдай болмас үшін. Бірақ мен бірінші рет сол кеше эфирдің алдында сондай істедім. Ойлап қоямын, мынау кәдімгі жұмыс қой сен. Оны біздің әйелдер ғана жасай алады. Біліңіздер, ер адамға сен бір кірді сал деп енді айтатын болсаң, бітті ғой сонымен. Стиралканы қосып ол жанында бетіне қарап отыратын шығар, білмеймін енді. Бірақ айтқым келгені, құрметті ханымдар, сіздер осы жерге уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі дұғаларыңыз сеніңіздер. Келесі Құранмен саяхатқа дейін, иншалла, сол кезде тілеп едім ғой деген нәрселер әлі алдарыңыздан шығады. Өйткені Алла тағала бізге бұндай мүмкіндіктерді береді да қолымызға. Міне, Айнұр, жұма күні мысалы дұға бар, 1 сағат тіле, жаңбыр жауып тұр, тіле деген сияқты. Бірақ бәріміз бірдей емеспіз да, біреуміз айтамыз, қойшы, қазір ұйықтап алайын, сосын тілейміз дейміз. Сондықтан Алланың озатын құлдары ондай сәттерді жіберіп алмайды. Сондықтан бүгін сіздер осы жерге келіп, эфирге қатысып, уақыттарыңызды бөліп, қанша тірліктеріңізді жылжытып қойып, біраз күреспен келген шығарсыздар енді, шамамен бала қарайтын адам тауып, күйеуіңіздің алдын ала жағдайын жасап, енелеріңіз бар деген сияқты. Алла разы болсын, әрбір қадамдарыңызға сауаптан жазсын. Алла тағала сондай айтып тұрмын, намазын Құранда айтылғандай кемеліне жеткізіп оқитын. Ертең қиямет күні намаздарымыз бізді былай жетектеп, жүр менімен бірге деп Сырат көпіріне өткізіп, жәннатқа кіргізетін намаздардан болсын. Себебі қиямет күні намаздар келеді екен. Әркімдік әртүрлі. Біреуіңкі инвалид, біреуінің қолы жоқ сияқты болып. Неге? Сонда жаңа намаздар адам бетінен ұрады екен да. Неге не ұрасың деген кезде, сен мен осы дүниеде немқұрайлы қарадың деп ше. Міне біз сол намазымыз бізді ұратын емес, қолымыздан жетектеп, мен сені сағындым ғой деп, намазға, жәннатқа кіргізетін намаздардан болуға үлкен бір осы кітап себеп, құрал болады деген сенімдемін. Алыңыздар, оқыңыздар, бағасын беріңіздер, тағы не қосу керек, бөліссеңіздер болады. Алла разы болсын, көп созбайын деп қоям, жарты сағат болма. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.